Сәлем баршаңызға, менің сүйікті көрермендерім, сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен ерекше лайфхактардың бірі дайын хаттамаларымызды екі әдіс тәсілмен морозильникте дұрыс сақтау жолдары мен құпияларын бөлісетін боламын. Яғни бізге ең алдымен керегі пищевой пленка және қайшы және де хаттама керек болады. Осылай дайын хаттамаларыңызды алдын ала жасап қойып, бірінші әдіс тәсілі бұл жерде жаю арқылы қатыруды көрсететін боламын. Осылай хаттамаларыңызды қатты қалың емес, жұқа емес көлемде, орташа көлемде жайып аламыз. Барлық хаттамаларымызды және де жайылған хаттамаларымызды бөлек қойып видеода көрсетіп тұрғандай пищевой пленкамызды жаямыз. Ақырындап одан кейін барып кесіп алып хаттамамызды қоямыз және де хаттамамыздың үстінен тағы да пищевой пленканың үстін жабу арқылы дәл осылай жабамыз да екі бетін беттестіріп қамырымыздың үстіне, хаттамамыздың үстіне жауып шығатын боламыз. Яғни ауа кірмейтіндей етіп, яғни барлық шетін жабуға міндетті түрде қадағалаңыздар. Яғни хаттамамыз морозильникте тұрған кезде бөгде-иістердің иісі сіңіп кетпеу үшін және де әдемі қату үшін және де кез келген уақытта алып пісіріп алу үшін өте ыңғайлы жол. Яғни мен бұл арқылы жаю арқылы қатыру себебім кез келген уақытта қонақ келіп қалса да уақытыңыз үнемделеді және де кез келген уақытта пісіріп ала берсеңіздер өте ыңғайлы. Сүйікті көрермендерім, дәл осы хаттамамның рецептісін мен алдыңғы салған видеомда жүктедім. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Описание бөліміне қалдырамын осы хаттамамның дайындалу жолын. Міндетті түрде жасап көріп, маған пікір қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Морозильникте қатырудың екінші әдіс тәсілі менде дәл осылай пищевой пленкамызды алып, осындай хаттамаларымызды домалақ күйінде қатыру жолы, яғни видеода көріп тұрғандарыңызда пищевой пленкамызды ашып, беттестіріп, барлық шетін орап шығатын боламыз. Яғни бұл бөлек-бөлек қатыру жолы болып саналады. Дәл осылай барлық хаттамаларымызды пищевой пленкамен орап тастап, морозильникке салып қойып, бір ай көлемінде қатырып қойып, кез келген уақытта алып, жайып жеріп, пісіріп алып жей берсеңіздер болады. Яғни бұл да таптырмас, яғни уақытты үнемдеудің бір жолы болып табылады, достар. Көрермендерім, дәл осылай алдын ала хаттамаларыңызды қатырып қойып, өз уақыттарыңызды үнемдеңіздер. Және де бір әдіс тәсіл, осындай целлофанға 6 штугын бірден қатырсаңыздар болады. Менде бұл жерде қатқан күйі. Достар, міндетті түрде жасап, мені қолдап, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айпана, назарларыңызға рахмет.